Барлықтарыңызға сәлем. 24 қазан күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қайдыруға жақсы күн, жол жүруге де жақсы деп көрсетеді. Бүгінгі күннің энергиясы адамдар бір-бірін түсінбеуі мүмкін, сен мені түсінбей жатсың, либо сізге айтуы мүмкін, сен мені түсінбейсің деп. Бірақ еңбектенуге жақсы, еңбегіңіз арқылы атыңыз шығуға өте жақсы. Бүгінгі күнде өте күшті активациялар бар. Жер қазу активациясы, жер қопсытып отырып, жерді қазып отырып тілек-тілесеңіздер, недвижимостьке қатысты, балаңызға қатысты тілек орындалады. Және Юго-Востокта семей бойынша мықты структура тұр, целый день бір күнге. Юго-Восток любой уақытта арқаңызбен тұрып тілек-тілесеңіздер, Юго-Востокта тілегіңізді орындайтын періште келіп тұр. Жіберіп алмаймыз. Және бүгін денсаулыққа қатысты осы тілек тілесеңіздер міндетті түрде орындалады. Күні бойы денсаулыққа мән беріңіздер және денсаулыққа қатысты тілек тілеңіздер. Қалған белгілерге прогноз 24 күнге арналған сториске кіріңіздер. Тышқан жылғы, мешін жылғы, ұлу жылғы болсаңыз, немесе август айында туылсаңыз, декабрь айында туылсаңыз, немесе апрель айында туылған болсаңыздар, ат шашап қалайсыздар, ертең жол жүрулеріңізде мүмкін сәттілік. Огонь, инь, дерево, инь, ақша шығаратын күндеріңіз, садақа берсеңіздер де болады, либо коммуналдық төлеңіздер, либо кредиттеріңізді төлеңіздер. Шығындалуыңыз керек, енше көп ақшаға төлейтіндей бір жағдай болуы мүмкін. Слабый карта болса қайта сіздерге ақша келуі керек. Енді сиыр жылғы болсаңыз, немесе бадзи картаңызда сиыр бар болатын болса, либо январь айында туылған болсаңыз, февральдың 4-не дейін, ертең өте сұлусыздар, сіздерді тыңдайды, сіздер әдемі көрінесіздер, блогер болсаңыздар, ютубқа шығыңыздар, егерде киім, зат сатам дейтін болсаңыздар, өздеріңіз сөйлеп, өздеріңіз көрсетіп сатсаңыздар, клиент өте жақсы келеді. Тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылсаңыз, немесе бадзи картаңызда тышқан бар болатын болса, 24 қазан күніне сіздерге болжам, ертең қуаныш, той болуы мүмкін деп көрсетеді. Қуанасыздар, қонаққа шақырама, әлде бір жерге өздеріңіз қыдырып барасыздар ма, әйтеуір либо тойға шақырама, бір осындай қуанышты жағдайлар болуы мүмкін, балдармен көңіл көтеріп қайтуыңыз мүмкін, либо осындай сіздерге жақсы энергиясы бар. Сиыр жылғы, барыс жылғы болатын болсаңыз, ертеңгі күн тілге абай боламыз, ешкімді әңгімелемеңіз, либо біреулердің сіз туралы әңгімелеген естуіңіз мүмкін. Бірақ бір затты жоғалтпамаймыз, ұмытып кетпейміз, заттарыңызға абай болыңыздар. Бірақ ертеңгі күн металдан абайлау керек, жолдан абайлап өтеміз, машинаны абайлап айдаймыз, осознанно. Және егерде асханада жұмыс істемей, ешқайда шықпаймын дейтін болсаңыз, пышақтан абайлау керек. Қол кесіп кету, сондай металдан жарақат алу мүмкіндігі бар деп көрсетіп тұр. Абайлаймыз. Қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыздар, бадзи картаңызда қоян бар болатын болса, ертең недвижимостьке қатысты, мамаңызға қатысты, мамаңыздың үйіне қатысты бір мәселелер болуы мүмкін. Либо жоқ, мамама қатысты емес дейтін болсаңыз, өзіңіздің үйіңіз, жеріңіз документтермен жүгіресіз. Әлде үйдің тірлігі өте көп болып кете ма? Бірақ үйленген әйелдердің арасында шамалы бір келіспеушілік, қалушылық болуы мүмкін, соны абайлайсыздар ғой, ешкіммен ұрыспауға. Бір жағынан әйел адамдарға денсаулыққа қараңыздар, ЖКТ, женский жақ проблема болуы мүмкін деп көрсетеді. Күндеріңіз өте сәтті өтсін. Ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыздар, апрель айында, либо май айында туылған болсаңыздар, сіздерге 24 қазан күніне болжам. Тез жасай қоймады, тез бола қоймады дегеннің кесірінен, либо асқаннан кесірінен бір шамалы стресс болуы мүмкін, бірақ күннің аяғында ақша түседі деп көрсетеді. Бірақ ол бүгінгі күн ешкімге кәдімгі тісіңізден ешқандай әңгіме шықпасын. Бүгін мен аскез жастаймын, сөйлемеуге деп не қылсаңыздар, өйткені кішкентай болмашы нәрсенің өзі кәдімгі сотқа дейін, жүгінуге дейін апарат деп көрсетеді. Сотқа дейін проблема болуы мүмкін. Бірақ сіздердің неңізде айту, главный сөйлемесеңіздер, басқа да сол нәрседен айналып өтесіздер. Бірақ енді кейбіреулері сондай бір сот мәселесімен қатысты да жұлдыздар бар, абай боламыз. Әйел адамдарға денсаулыққа қатысты абай болу керек. Әсіресе сол болезненный месячный болады, ЖКТ проблема. Жылғы болсаңыз, немесе июнь айында туылған болсаңыз, шілденің 7-сіне дейін 24 қазан күні сіздерге болжам. Бүгінгі күнде сіздерге кәдімгі ешак болып жұмыс жасасаңыздар, ақша келуі мүмкін. Либо бүгін просто еңбектенсеңіздер, кейіннен жақсы ақша келеді деп көрсетеді. Бірақ бүгінгі күннің энергиясы әлі жас қой, неге үйленейін деп жатыр деген сияқты. Либо күйеуіңіз айтуы мүмкін, мә жас кезімде үйлендім, бекер үйленген екенмін деуі мүмкін. Либо сіз айтуыңыз мүмкін, мә бекер үйлендім. Не үшін үйлендім?
жап жас едім, мен бала едім ғой деген сияқты, либо біреуден естуіңіз мүмкін, осындай бір мәселе. Үйдің кішкентай қызы мен үйдің кішкентай ұлы, либо сіздерге айту мүмкін, үйленгім келеді деп, әлі жас қой деулеріңіз де мүмкін. Күндеріңіз сәтті өтсін.